Абай облысының әкімі Берік Уәли Семей қаласының Водный және Восход кенттерінде жүргізіліп жатқан сумен қамту және жол жөндеу жұмыстарымен танысты. Тұрғындар әкімге ауыз су, жарық, электр желілері, жолдарды асфальттау, пошта, дәріхана және балабақша ашу мәселелерін жеткізді. Қазіргі уақытта екі кентке 70 километрден астам су құбыры тартылып, 1598 үйге, жаңа мектепке, СВА 17 мекемесіне және номер 34 мектепке су желісі жеткізілді. Восходта 70 шам орнатылды, ал Водныйда жыл соңына дейін 75 шам қою жоспарлануда. Мектеп маңдарында жаяу жүргіншілер жолы салынды. Водныйда 4 көшенің электр желісі жаңғыртылды, ал Восточныйда 500-ден астам бағына ауыстырылып, трансформаторлар орнатылып, 18 километр кабель тартылды. Сондай-ақ Геодезическая көшесіндегі жөндеу жұмыстары қаралды. Бірқатар көшелерге асфальт төселді. Жалпы ұзындығы 3 километрден астам жол жөнделіп, 30 көшеге қиыршық тас төсеу және профильдеу жұмыстары жүргізілді. Әкім шеткері аймақтардың мәселелері жүйелі түрде шешілетінін айтты.